Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен съемға қосылған және апельсиновый соус қосқан салат әзірлейміз. Алдымен свежий съемкамызды алып, видеодағыдай 4-1-деп турап алуымыз керек. Енді маринадтаймыз. Кез келген балыққа арналған дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Және де бұрыш қосамыз. Лимон шырынын қосып жіберуді ұмытпаймыз. Араластырып, жақсылап, сосын кәдімгі крахмалға бір-бір аунатып, қызып тұрған сковородкада кулинарный майға барлық жағынан қызарта қуырып аламыз. Кулинарный майға қуырылған балық өте қытырлақ болады. Енді сүзбелі шариктарымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге 50-60 граммдай сүзбелі ірімшік қажет болады. Бір ыдысқа саламыз. Татымына қарай кішкене апельсин бұрышы, болмаса қара бұрышты қосамыз. Және де вяленый томаттарды майдалап турап, құрамына қосып, жақсылап араластырып, бір шетке қоямыз. Ал енді салатымызды жинап бастаймыз. Тарелкаға әртүрлі салаттарды саламыз. Бірінші менде шпинат және қорын жапырақтары. Кішкене соустан сеуіп аламыз. Черри помидорын видеодағыдай екіге бөліп қоямыз. Біз бір тарелкаға 2 черри помидор жеткілікті болады. Және апельсиндерді черри помидорын көлеміне қарай бірдей етіп 4-1-деп турап, әр тарелкаға салып шығамыз. Тағы да кішкене соусын себеміз. Енді қуырылған сөмгаларымызды қойып шығамыз. Қалауыңызбен көбірек салсаңыз болады, немесе азырақ салсаңыз да болады. Енді видеодағыдай сүзбелі шариктарымызды 2 кішкене қасықтың көмегімен осылайша сопақша, болмаса домалақша формалар келтіріп, әрбір тарелкамызға 4-5 жерінен салып шығамыз. Салатымыз көлемді болу үшін үстінен тағы да салат жапырақтарын қойып шықсаңыз болады. Және де үстіне тағы кішкене соус сеуіп шығамыз. Біздің нәрлі, сәнді, өте дәмді салатымыз осымен дайын. Баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соусқа сілтемені төменде қалдыратын боламын. Баршаңызға іске сәт.